Чем ближе человек к моменту окончания учебы в школе, тем острее перед ним стоят такие вопросы. Чем заниматься? Куда пойти учиться и где потом работать? Многие делают свой выбор неосознанно или в спешке, часто под давлением обстоятельств, а после страдают. Учиться неинтересно и работа не нравится. Қайырлы күн жасбек, сендермен мен Сағадат Нұрмағамбетов атындағы номер 78 жалпы білім беретін орта мектептің 11-ші А сынып оқушысы Қазыбек Диас. Добрый день, дорогие наши зрители. Сегодня с вами я, ученица 11 В класса Битасова Адель. Бүгінгі бізге берілген тақырып мамандық таңдайтын уақыт. Халқымызда бірінші жар таңдаудан, екінші мамандық таңдаудан қателеспе десе, бізге жар таңдау әзірше керек емес болғандықтан мамандық таңдауға көшейік. Егер де сен әлі де өз мамандығын таңдап үлгермесең, бүгінгі біздің блог саған пайдасын тигізеді деген ойдамын. Сегодняшняя наша тема о профессии. Каждый человек с детства думает о своей профессии. Кем он станет, какую пользу он принесет своей стране. Тогда поехали в мир профессии. Сәлем Артур. Сәлем дос. Мен саған қояр сауалдарым бар еді. Әрине қоя бер. Сен таңдаған мамандығың қандай? Мен физика және математика пәндерін таңдау арқылы плюс мамандығын таңдаймын. Мен бұл мамандықты таңдау себебім, мамандық таңдамас бұрын адам алдымен өзіне екі сұрақ қою керек деп ойлаймын. Бірінші ол халыққа деген пайдасы және өзіне деген пайдасы. Мен осы сұрақтарға құрылыс мамандығынан өзіме жауаптарын таптым деп ойлаймын. Сәлеметсіз бе? Мен сізге қояр бір-екі сауалдар. Рұқсат болса. Рұқсат келіп. Сізге қояр сауалым, сіздің осы мамандық, кітапханашы мамандығы жайлы бізге толығырақ түсіндіріп кетсеңіз. Мен осы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы нөмір 77-ші жалпы орта мектебінде 10 жылдан бері кітапханашы болып жұмыс істеймін. Бұл кітапханашы мамандығы өзіме ұнайды. Оқушылармен, мұғалімдермен жұмыс істеген, олардың оқитын көркем әдебиеттерін тауып беру. Кітапханаға келген оқырмандардың талап тілегін орындау менің басты міндетім. Апай, сізге осы сұхбатыңыз үшін рахмет, сізге болашақта жұмысыңызға табыс тілеймін. В настоящее время учеников, которые ходят в библиотеку, очень мало. В нашей школе есть такое приложение, как мобильная библиотека. Это приложение очень удобное. Например, я сейчас вам покажу, как можно ее использовать. Просто это приложение. Сканируйте код. Вот так вот с легкостью вы можете использовать это приложение. Я хочу, чтобы это приложение развивалось не только в нашей школе, но и по всему Казахстану. Мен сізге бірер сауалдар қойып кетсем. Сіздің осы мамандығыңыз жайлы бізге толығырақ түсіндірсеңіз. Мен қазіргі таңда осы Шымкент қаласы номер 72-ші Сағадат Нұрмағамбетов атындағы жалпы білім беретін мектепте мектеп инспекторы болып атқарамын. Мен бұл мамандықты таңдау себебім негізі шығыстың ұлы ғаламасы Әл-Фарабидің айтуы, яғни тәртіпсіз берілген адамзаттың тас жауы деп айтып өткен. Яғни осы негізде өскелең ұрпақтың жас буынның болашақта сапалы білім алу негізі тәртіптен басталады. Яғни елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашақ жастардың қолында деген сөзі мен мотивация ретінде, яғни осы жұмысқа итермелеп алып келді деп айтуға болады. Яғни қорытындылай келе, болашақта әскер болар болмас екіталай, бірақ та адам құқықтарын қорғаған полиция болады, болған және болып қала береді. Сізге рахмет. Сізге де рахмет. Привет, Арел. Привет. Какую ты профессию выбрала? Определилась ли ты? Да, я выбрала профессию в сфере информационных технологий. И чем же она тебе понравилась? Мечта каждого ученика найти актуальную профессию с высоким доходом. Важно учитывать свои особенности, таланты и интересы. Вот поэтому я решила, что именно сфера информационных технологий подходит мне. Спасибо. Саламатсызбы Жаудыр апай, сіздің таңдаған мамандығыңыз дефектология. Жалпы бұл мамандықты қазіргі кезде ешкім білмейді. Жалпы түсіндіріп кетсеңіз, қандай мамандық?
Жалпы дефектология деген мамандықты мен сізге кеңінен түсіндіріп кетейін, қысқадан нұсқа болсын. Дефектология дегеніміз баланың ананың ішінде жатқан кезде биологиялық үдеріс кезінде болатын ауытқу шығу болып келеді. Дефектология қазір кеңінен қолданылып келе жатқан мамандық, сұранысқа ие болып келеді. Қазіргі заманда инклюзивті білім беру деген инклюзивті білім беру үдерісі енді біздің Қазақстанда дамып келе жатыр. Я, бұл мамандықтың пайдасы өте зор екен. Жалпы бұл мамандықты сіз өз қалауыңызбен таңдадыңыз ба? Өз қалауыммен таңдадым бұл мамандықты. Ең бірінші айтатын болсақ, бұл мамандыққа өте сабыр қажет, ерекше мамандық болып келеді. Бұл себебі ерекше білімді қажет ететін балдармен жұмыс жасайды. Бұл мамандық таңдау үшін баланы сүю керек, жақсы көру керек, іштей балаға мейірім болу керек адамда. Өте керемет, рахмет сізге. Арыстан, сен спортшы екенін бүкіл қазақ халқы біледі. Саған осы орайда сұрақ, сен осы спортқа қалай келдің? Бұл спортқа бала кезімде мені әкем алып келді. Әкем өзі спортшы болған, ол спортқа қатысқан. Мен де сол сияқты, әкем сияқты. Әкем бағындырған маған биік шыңдарды бағындырғым келді. Сол үшін ол спортты таңдап, еркін күрес спортын таңдап, осыған қатыстым. Сен осы орайда бір жеткен жетістіктердің бір-екеуін атап өтсең. Мен жеткен жетістіктерімнің ең өзіме ерекше орны бөлек жетістіктер ол Қазақстан Республикасының чемпионатында 2 дүркін чемпион болдым, 3 дүркін жүлдегер болдым, және де Азия чемпионатының күміс жүлдегер болдым. Әлем ойындарында бақ сынап 2-ші орын жеңіп алған едім. Саған осы сұхбатың үшін рахмет. Алдағы уақытта Олимпиада чемпионы болып, мектебіміздің және еліміздің абыройын асқақтатар. Рахмет. Осымен біздің блог аяқталды. Біздің оқушылар мен мұғалімдер айтқан кеңестерді жаттарыңа түйіп, қандай да бір қорытынды шығарасыңдар деген ойдамын. Абай атамыз айтпақшы, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап бар қалам.